Махаббат қызық хикая. Бірінші бөлім. Кейбір қыздар әу баста ханшайым боп туатындай. Басында бақыт тәжі бар. Бұл тәж оларға біраз жыл серік болады. Ханшайым болсаңыз, өміріңіз де ханшайымға лайық өтеді. Құдды ертегі сияқты. Ертегі өмірде не уайым болсын? Көңілге қаяу түсіретін не бар тайыры? Махаббаттан басқа. Сіз ханшайым болсаңыз да, махаббат теріс айналып кетуі мүмкін. Бек мүмкін. Құдай төбеңнен ұрғыр. Кім мына бетпақ? Мен бір байдың жалғыз қызымын. Қызы деппін ғой, ханшайымымын. Оған қоса жатпай тұрмай оқып университет бітіргем. Тек негедір әлі сыңарымды таба алмай жүрмін. Дегенмен мен күдірізгем жоқ. Себебі мыстан кемпірмен дүйі араласқан ертегінің өзінде де ақыры қайырлы болады ғой. Жағымды кейіпкер мұратына жетеді. Міне, сондай ханшайымның бірі болған менің де ертегім аяғына жетті. Ханзадам табылып, тұрмысқа шықпақшымын. Қалай болдым? Кереметсің. Күнім сол, тіл көзім тасқа. Хор қызындай болдың, көріп көңілім босап тұрғаны. Маған салса 2 күн жылар ем. Анасы болған соң жылайсың әрине. Қой құрсын, жыламайым. Осы той өткенше бір тамшы жас шығармаспын. Осы кербес қалпымда кірем, қайқайған күй шығам. Тек әлгі аданадан келетін туыстарың масқарамызды шығармаса болды. Олар осы тойдың сән емес пе? Айбатымыз, абыройымыз, сенің измерлік төркіндерің ғой қазықтай қақиып тұратын. Сендер маған уәде бербедіңдер ғой? Той өткенше керіс болмайтыны қайда? Жаным ау, әкең тілімді қышытпаса, мен тек тілігімнен таймайым ғой. Башак, оркестр дайын беді? Бәрі дайын тұр, еш мәселе жоқ. Тамақ ше? Ол да дайын, уайымдамашы. Иә, сен ештеңені ойламай енді, қане күлші. Апау, қалай ойламайын? Әлі гүл де келген жоқ. Жаным, гүлді де қазір әкеледі, алаңдамашы. Қане, жымайшы. Кішкене шыңды тарт. Жымаяйын ба? Керемет болдың. Әдемімін ғой. Өте әдемісің. Вау, жаным, ғажап сұлусың. Бұл не сұқтан сәй? Көзіңмен шіп жеп тұрсын ғой тіпті. Ырза, әзілдеген түрің бе бұл? Не қылса да өзінің қалыңдығы емес. Бола берсін, менің көзімше сұқтанып қарамас. Адананың қызын алғысы келсе, көнет. Бер жүрші өзің, екеуміз соңғы рет жақсылап сөйлесейік. Оңашада. Жарайды мақұл. Не десе де иә дей бер. Толға, торт әкеле жатыр ма? Торт ойлама жаным. Жарайды. Апа, сондай қобашып Әдемі боп тұрсың ғой, несіне көйлегі қобал құртып жейсің? қалар ма екен? Башаға не еткен өлерменсің? Басқа қыздарға да орын қалдырсаңшы. Жағдайым басқалардан қиын айналайын. 30-ға кеп тірелуге сәл қалды. Тезірек күйеуге тиюім керек, соқтықпай тыныш отыр. Жынды ғой мына. Апам да жасын, оған да орын қалдыр, Башак та кел. Қызым, бері келші сен. Келе ғой қане. Жаным, мен тұрмыстамын ғой. Мұны тұрмысқа шығу үшін жазама? Қызыңа тағы бір әке тауып бер. Жоқ, маған басқа әке керек емес. Ой, алтыным, сол маған да керек емес. Болдым. Қазір мұнан аяғыңа киесің, жүрген кезде табаныңды көтермей жерге жабысып қалғанда сүйретіп бас. Башак деген жазулар өшіп қалатын болсын, жақсы ма? Сосын ішіңнен тілеп қой. Толғаның бүкіл модель достары осы тойға ағылып келсін де, жарай ма? Ой, алаңдама. Күллі модельдер қауымы, кино жұлдыздар бәрі бүгін осында болар. Жақсы көрем Мен де сені. сені жақсы көрем. Ертең күллі газет журнал осы тойды жазады. Тек әйтеуір әкеңнің туыстары елге күлкі қылмаса болды. Ту, апа. Ай, олардан бәрі шығады. Жарайды, әкел. Кел, көмектесіп жіберейін. Етегімізді. Аяқты sos. Мен кигізейін. Мен де. Мен бүгінге дейін қызымның айтқанын екетпедім. Егер оны жылататын болсаң, көңіліне тиіп ренжітетін болсаң, ойыма бірінші не келсе, ойланбастан соны істей салам. Ол менің жалғызым. Аға, келдім. Беліңге гүлді көрсетуім керек. Жарайды.
Мына бүгін әкелген 5-ші гүл. Қожайым маймалдың құйрығы түстес болсын демесе, қызғылт түстің бәрін көрдік деді. Мынау қызғылт қой. Болады болса. Рахмет. Рахмет. Пай. Талабыңнан айналдым, досым-ау. Неткен әдемі торт мынау. Мен саған айтайын, қалыңдықтың өзі қызғанатындай ғаламат торт болыпты. Той дастархан түгел дайын ғой, Беленді? Дайын. 1000 болғыр жігіттерің пысық екен. Бәрін жасап қойыпты. Торт тапарғанда тағы көрерміз. Беленді, шықыланбай тыныш тұршы. Синан, осы тойды кәсіп қып жүре берейік деп, ақшаның бәрі осында ғой. Беленді, бұл соңғысы, бітті. Енді өз рестораныма шеф болам. Білем, бауырым. Дегенмен өзің менсінбей жүрген той дастарханның арқасында арманымызға жеткенбізді ұмытпа. Әлі жеткен жоқпыз. Соңғы жарнан төлеген соң айтуға болады. Жарайды, енді төлерміз. Осы тойдан түскен ақшаны салсақ, бітіп тұрған шаруа ғой. Мейлі, безендіріп болған соң тортты апарайық. Әлгі Беркті шақырып жүрші. Берк, түкпі бөлмеде ғой деймін, бармасам естімес. Мынаның қай жері қызғылт? Пелин. Күлгін ғой мынау. Пелин жаным, тек жылай көрмес, жақсы ма? Жылама. Семай, сен тойыңда қызғылт гүл сұрап, ал жігітің мынандай гүл әкеп тұрса қайтер едің? Жаным, түсінем ғой, енді дегенмен сабыр ет. Алтыным, той басталмай тұрып макияжың ағып кетсе, бәрі құритынын білесің ғой. Сабыр ет, жасыңды тый. Жоғары қара. Жоғары. Толға жарайтын бала дальтоник шығар. Сен қалай көрмей қалдың күлгін екен? Мына гүлді қай бетімен әкеп тұрсың? Жан, бұл да қызғылт қой. Қараспан төндіре бермеші. Толға, мен күнде күйеуге тиіп жатырмын ба? Өмірдегі бір тойым емес пе? Не деп тұрсың, жаным? Менің тойымда бәрі мінсіз болу керек. Толға жан, бүкіл тойды өзіміз ұйымдастырдық. Жалғыз міндетің гүл әкелу еді. Оны да қылмадың. Табам жаным, жылама. Алтыншысына барам ба? Атай көрме қарағым. Тоқта! Қызым, тоқта, қайда барасың? Тоқта! Ұста! Тоқта дейін! Тоқта дейін! Құдай үшін қашпаш, тоқташ! Тоқта! Ақысын егесе төлең, тоқта! Қалаған гүлімді әкеп берсең, ақшасын да берем, басқасын да берем, қашпа дейім! Тоқта! Берге және! Қыздар станда! Тоқта, берге! Тоқта! Берен! Қашпа! Ақырын! Берен! Жетпегірді неғып тұрсыңдар, ұстаңдар оңбағанды, башақ Семай! Сен баршы менен жүйріксің ғой. Бір, екі, үш. Мынау таңғыт емес пе? Мен сені бір көргеннен сүйіп қалдым. Кейін сенің де мені сүйетіңді естігенде төбем көкке жеткендей болып. Бәрекелді таң ғашықтар жасасын, ғашықтар! Бұл бақытты жан кім болды екен? Сен бәрі әдемі, ерекше болғанын қалайсың ғой. Сезімімді сұлу да асау көңіліңе жағатындай етіп білдірейін дедім. Мен сені жақсы көрем, Пелин Сейхан. Ғашықпын саған. Браво! 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 Жарайсың, таңғыт! Жынды ма? Мынаны ұстай тұршы.
Есің дұрыс па сенің? Таңғұт, сен маған тең емессің. Өзің айнаға қараймысың? Екеуміз бір-бірімізге сәйкес келеміз бе? Он рет өмірге келсем де сендік болмаспын. Он рет өмірге келсем де сендік болмаспын. Пелен, Тұрғызшы, ана жетпегірден айырылдық па, құтылып кетті ме? жоқ, Симай соңынан құстай ұшты, ол қуып жетеді. Қазірақ желкелеп әкеледі. Қорықпа жаным. Бүгін не болып кетті өзі Башак? Башак па? Есіміңіз әдемі екен. Мен Бюлентпін. Қуаныштым. Мынау торт сенікі емес деңдерші. Мына торт сенікі емес деңдер маған. Мұнда басқа қалыңдық бар ма еді? Кешірім сұраудың орнына салғыласып тұр ғой мынау. Қарындасым, тортты құлатқан сізсіз. Ал еңбегі еш кеткен мен. Яғни кешірім сұрауға сіз дейсіз, мен емес. Мен мұны не істеуге болатынын білетін сияқтымын. Меніңше ең дұрысы осы. Қазір мұны теріп алып... Жоқ, керек жоқ. Тиіспейікші. Мұндай жағдайда тортты орнынан қозғау дұрыс болады деп ойламаймын. Сондықтан менің бір жақсы ұсынысым бар. Торт кесу рәсімі болатын кезде қалыңдықпен кеу осы жерге келіп кессе, тамаша болады деп ойлаймын. Күлкілі емес. Түрлеріне қарамай қалжыңдап қояды. Жақсы, бұлай болсын. Сен маған басқа торт пісіріп бересің, сонымен әңгіме тамам болсын, жарай ма? Гүл келді, торт пісет, бәрі тамаша болады, я Башак, я деш. Иә. Тортыңды әкелдім. Оны өзің бүлдірдің. Ендігісі мені қызықтырмайды. Басқа торт пісіріп әкелесің дедім, айттым, бітті. Тоқта, сабыр ет. Ақылың болса тыңда. Бүгін жарна төлейтін күн. Осы тойдан түсетін ақшаға сеніп отырмыз. Айналайын, ашуыңды басшы. Өй, болды, жігітім, қой дейін. Содан бері талай нәрсе өзгерді. Қалалар, көшелер өзгерді. Тек мінез ғана өзгермейді екен ғой. Сол қалпында қалыпты. Синан, не болды саған, басың тұрып алғаннан саумысың? Пелен осы ғой. Я естідім, аты Пелен екен. Осы ғой демекші. Ей, мүмкін емес. Мынау сен айтқан Пелен бе? Оқуды тастауыңа себепші болған осы ма? Өмір тосын сыйға толы ғой. Ей, бүйткен тосын сыйы құрсын досым. Пелен дегенің осы екен ғой. Енді не істейміз? Әуелі торт мәселесін шешейік. Вақтың бей, саған ісім түсіп тұр. Тез арада 5 қабатты той торты керек. Құдай үшін басқа жерден сұрайықшы. Құдай үшін. Қызғылт түсті. Қызғылт крем жаға саласың ғой, енді істемей жүргендей болмаш. Жақсы, күтеміз. Бауырым, олардың торттары мерзімі өткен азықтан жасалады. Масқара боламыз. Басқа жерден алдырайықшы. Құдай тілеуіңді берсін. Өтінем. Бülent, алаңдама. Бұл қызға осының өзі көп. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіз. Қызым қалай, басылды ма? Гүлге өкпелеп отырғанда торт шықты емес пе? Қош келдіңіздер. Қош келдіңіз. Жарайды, бастан құлақ садаға, құлаған торт болсын. Мына тойды абыроймен өткізейікші. Қош келдіңіз. Амансыз ба, қалайсыз? Қош келдіңіз. Сен мұны қызыңа барып айтып батыр болсаң. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Өздеріңіз қалайсыздар?
той басталғасын оның бәрін ұмытып кетеді. Өте қуаныштымыз. Иә. Қош келдіңіз. Охо, қош Қош келдіңіздер. келдіңіздер. Қалайсыздар? Қош келдіңіз. Арза, мына балалар сенің туыстарыңдікі. Зүбәйірге айтшы, әке шешелерін ескертсін, балаларына ие болсын. Баланың аты бала, не істейді оларға? Үстелге байлақ қоя ма? Біздікі де бала, тып-тыныш отыр ғой әнеки. Бәрі де тәрбиеден, Ырзажан. Амансыздар ма? Қош келдіңіз. Қош келдіңіздер. Той құтты Қош болсын. келдіңіз. Рахмет, төрлетіңіздер. Әкел, маған бер, маған. Кел, мәста, тоқта, тоқта. Оқи алмай тұрмын. Жа, бол, қойыңдар енді. Қане, көрейінші? Оқыш, оқы деймін. Оқысаңшы енді, тез, оқы. Жігіттер, бас кейіпкеріміз келді. Саған не болған, а? Әлі гүл таба алмай жүрсіңдер ме не? Биткен гүлі құрсын. Неше сағат болды бір гүлдің соңында жүргеніме? Саспа, жігітім. Көрер қызығың әлі алда. Иә, үй болу қиын деген осы. Мынаның сөзін қара. Сен білгішісіне берме. Бұрын үйленгенде ақыл айтып отыр ғой тіпті. Рас. Үйленген жоқпын, бірақ ақымақ емеспін. Сені көріп жүрмін. Басқа да үйленген жігіттердің сыры мәлім ғой. Күндерің күн емес қой, досым-ау. Менің гүлімді әкеле алмай әлі жүр. Некеміз қиылсын, сосын көрсетем оған. Сонда қалай некен қиылғасын, оған басқаша қарайтын боласың ба? Жігіттер құрбақа сияқты, шекерім. Құрбақаның не қатысы бар? Құрбақаны қайнап тұрған суға тастасаң не істейді? Өлетін шығар. Жоқ жаным, зып етіп қашып кетеді. Тура үйленуден шошқан жігіттер сияқты. Сондықтан не істеу керек? Не істеу керек? Құрбақаны суық суға салу керек. Астындағы отын маздатып қоясың. Сосын судың ақырын қайнағанын күтесің. Құрбақа, мына жер қандай күшті жыл екен деп отқанда, піскенін аңғармай да қалады. Міне сен де ұстаған жігітіңді дәл солай үйленуге көндіре аласың. Басқа жолы жоқ. Дәл солай. Өте дұрыс айтады. Сен де солай істедің бе, Пелен? Әй, қыздар, не гүлім, не тортым жоқ. Ал сендер қайдағы жоқ бақаны айтып отсыңдар. Ай, біз сенің ойың бөлінсін деп не қылдық жаным? Әлгі заттарым келмей ойым бөлінбейді. Ай жаным-ау, торт жолда деді ғой, қазір келіп қалар. Мен сендерге айттым ғой, торттың қажеті жоқ. Әлгі сұлу аспас күллі кремді үстіне құйып ап келе қалса, ең күшті торт сол болады. Басқа торттың қажеті де жоқ меніңше. Отыр ғой, қалай сөйлейсің өзі. Мен бәрін естідім, меніңше үстіне крем жаққан жігіт жиіркенішті көрінеді. Жігіттер, төлем қабылданды. Билеттеріміз дайын. Керемет, тамаша болды. Жарайсың. Ол не билет? Не билет болушы еді? Еуропа чемпионаты ғой. Бір ай сондамыз енді, сенесің бе? Бесеумізге де шықты ма? Әрине, біздің ісіміз шала болушы еді. Иә. Кім бармайды? Сен бармайсың ба не? Мау басмай. Бейшара Хакан. Тағы да сұран алмадың ба? Можан топайымай. Бала, мен командамыз финалға шықпай жатып, бастықтың құлағын бұрап тастаған. Кейін ақырын, сылап, сипай жүріп, көндіріп алғам. Мен барам. Иә. Ентігім, сен бе бармайтын? Толға, чемпионатқа сен бармайсың. Ұмытып қалдың ба не? Үйленген жатсың ғой. Алла, үйленсек үйленерміз. Оның не қатысы бар? Өзің бүгін үйленіп ап. 2 айдан соң бізбен бірге Франциядағы Еуропа чемпионатына бармақпысың енді. Әй, бауырым, үйленіп не қыласың сен? Одан да жазушы болсаңшы. Қиялың шұқыр екен. Бас бапкер болып Фатих көке барады. Иә. Арда тұрам нағыз бабында болады. Ал сол ойынға мына мен бармайды екем ғой, солай ма? Ақырын. Асықпаңдар жігіттер. Ал керек болса. Ал, мен де барам. Жоқ бауырым, артық шығын. Менің картамдан алынып жатыр. Әйеліңнен сұранып кел. Билетті сосын алып берейін. Дұрыс айтады. Қосылам. Ағымнау соңғысы деді. Қожайын айтты. Ал өзі дүкенді жауып қайтып кетті. Ертең демалыс екен. Жарайды енді. Рахмет. Ақшаңды ал. Алла саған жеңілдігін берсін. Жағдайың қиын сияқты. Бірақ рахмет. Жақсы гүл емес пе? Толға, Иә. 5 жылға дейін бәрін ұмыт. Иә. Неге екен? Сенің зайыбың бар жігітім. Тыңда. Егер бағың жанса, 5 жылдан соң кеңдік аларсың. Үй болу оңай тірлік емес, бала. Хакан, жан досым, Айта бер. бізде басқаша болады. Біз ерекше отбасы боламыз.
бір-біріміздің еркіндігімізді, құқығымызды сыйлайтын боламыз. Деме, дәл солай болады. Немене күлесіңдер, а? Солай болады деймін. Болады. Жаным, гүлің келді. Қыздар, салфетка. Тағы дұрыс болмады ма? Көрмеймісің, дәл осы еді ғой. Мен айтқан қызғылт гүл осы. Қуанғаннан жылайын қазір. Сонда не? Гүлдің түсін таңдау соншалықты қиын болғаны ма? Иә, қиын. Стамбулдың ең мықты гүл таңдаушылары ғой. Мейлі әйтеуір табылды ғой. Бізде билет мәселесін шештік. Соған қуанттырмын. Біздің кім? Біздің жігіттер, хакандар. Сен де Франциядағы Европа чемпионатына барасың ба? Бақандай бір айға? Енді неше жылғы жанкүйеріміз ғой. Ел намысы сынға түсіп жатқанда жолдастарымның командамыздың қасында болмаған ұят болар деп ойладым. Қалай жақсы ойлағансың? Рұқсат бересің ғой. Неге береді екен? Неге берем, мені ақымақ қой деймісің? Жаным, бұл Фатих Теримнің командасы. Арда Туран барса да ұлттық құрамада да жасында жарқырап жүр. Солай ма? Олай болса не істейтініңді айтайын ба? Барда Арда Туранға үйлен. Оқтың ба? Барда соны әйел қып ал. Әй, өзіңде ес бар ма? Жаңа үйленген жігіттің әйелін тастап, айлап футбол соңында жүргенін қайдан көрдің? Мен байғұс, сүйіктім маған тосын сый ретінде көктемгі саяхат ұйымдастырып қойған шығар деп армандап жүрсем, жігітіміз не істеген? Достармен бір ай Францияда демалуды жоспарлап жүр. Қандай керемет. Сен мұны айтқан жоқсың, мен де естіген жоқпын. Жарай ма, жаным? Бәрін де ұмытамыз. Екеуміз бақыттымыз, жақсы ма? 20 минуттан соң біз үйленеміз. Мақұл ма, жаным? Мақұл, жаным. Жақсы. Иә, егескен жауың әкелгендей, дүниедегі ең нашар тортты жеткізіп бердің. Қалай енді, ризасың ба? Онша емес. Әттең уақытым тығыз болды, әйтпесе тағы біраз қинар едім. Меніңше аз уақыт ішінде үлкен сындырғандайсың. Дегенмен қызың әдемі екен. Сырты сені, іші мені күйдіреді деген сөз бар еді ғой. Тура сондай жағдай. Жақсы. Олай болса өз мәселемізге көшейік. Сонымен, қарызымызды жабамыз да, 2 күннен соң ресторанымызды ашамыз. Бірақ әлі ас мәзіріміз жоқ, сенен бе? Не істейміз? Беленд, бұл дәмхананың мен үшін қаншалықты маңызды екенін білесің ғой. Апыл-ғұпыл аша салатын нәрсе емес бұл. Бәрі мінсіз болған қалай. Жақсы. Онда өзіңе қалдырам. Рахмет. Егер оны жылататын болсаң, бірдеңеде ренжітетін болсаң, ойыма бірінші не келсе, ойланбастан соны істей салам. Толғажан, бүкіл тойды өзіміз ұйымдастырдық, жалғыз міндетің гүл әкелу еді. Оны да қарып қылмадым. Алла саған жеңілдігін берсін. Жағдайың қиын болайын деп. Бауырым, алғашқы 5 жылды ұмыт. Сенің зайыбың бар, ұқтың ба? Әй, өзіңде ес бар ма? Жаңа үйленген жігіттің әйелін тастап, айлап футбол соңында жүргенін қайдан көрдің? Білент, анаған қарашы. Секіріп кетейін деп тұрған жоқ па? Қойш, секіріп не көрінді? Жүрші. Жігітім, қалайсың? Жақсы. Тынысым тарылып кетті, бауырым. Жаным қысылып ба, осы жерге келдім. Жарайды, сабыр ет енді. Мазаң болмай тұрған сияқты ғой. Ернеуге тым жақын тұрған екенсің өзің. Бұғаздың ақысы ойнайтын нәрсе емес, алып кетіп жүрмесін. Қорқатын түк те жоқ, жүз алам. Яғни, жаным қысылып кетті. Анда-санда осылай болатыны бар. Менде де бұрын сондай болатын. Бірақ мен ондай кезде жағдайы менен де нашар адамдарды ойлайтынмын. Мәселен, бүгін мен ендігі қалған ғұмырында еркін тыныстай алмайтын бір жігітті кездестірдім. Кім екен ол? Мына тойдағы күйеу жігіт. Сол жігіттің өзі
сол бейбақтың өзі анандай аждахамен бақытты боларына сенген болса, сен, мен, жер бетіндегі басқа адамдар қазіргі халіне шүкір деуі тиіс. Достым, кезек-кезек келіңдерші, кезек-кезек. Жақсы мысал айтып тұр ғой. Не болған? Білмедім. Болды ғой дейме? Жоғарырақ. Жарайды, міне болған сияқты. Керемет болдың, Пелинжан. Кеттік, ей, той басталды, кеттік. Пелинжан, жүре ғой, алтыным бәрі сендерді күтіп отыр. Қазір апа, қазір гүлімді алайын. Дайынмын апа, бара берейік. Ештеңе ұмытқан жоқпыз ба? Қарайыншы. Жоқ. Ештеңе ұмытқамыз жоқ. Гүлім де қолыңда. Жоқ, одан да маңыздырақ. Күйеу жігіт жоқ. Ойына кіріп те шықпайды ғой өзінің. Бұл жолғы сөзіңе қосыла, мырза. Соншалықты бейғам болар ма? Қызым бар, күйеу жігіттің бөлмесіне барып әкеңдерге айтып кел, жарай ма? Жоқ, саспайды екен өздері. Жай барақаты ішімдік ішіп отыр ғой. Тұрып қонақтарды күтіп алу деген жоқ. Дегенмен өте текті жандар. Гүлің әдем екен. Әке, Не болды, қызым? Толға ағам қайда? Білмеймін. Қалыңдықтың жанында емес пе? Жоқ, олардың шығатын уақыты болды. Мәссаған. Қайда жүр екен ол? Сендер көрмедіңдер ме? Жоға, осында болдық, көргем жоқ. Тұрыңдар, іздеп келейік. Қызым, сен апаңдарға бара қой, жарай ма? Қалайша жоқ, бір жерде қамалып қап жүрмесін. Бірдеңеге ұрынып қалды. Қазір табамыз, не бола қояр дейсің? Зүбәр! Күйеу жігітті жоғалтып жатырмыз. Жоғалқан несі? Ойбай! Қашып кеткен жоқ па? Жапши аузыңды, неге басылдайсың? Қайда қашат, осында жүрген болар. Қызыма қолы әрең жетті емес пе? Мына үйді төңкеріп тастасаң да тауып әкелетін бол. Бар дейм. Бар дейм. Толға, досым, осындамысың? Не болды, күйеу қашып кетті ме? Жоға, ойбай, неге қашат? Бір жерде жүрген шығар. Бауырым, күйеу жігітті көрдің бе? Толға бейді ме? Иә. Жоқ, көрген жоқпын. Әй, бауырым, күйеу баланы көрдің бе? Осында келмеді ме? Келсе келген шығар, мен көрген жоқпын. Жанды шығарып. Ортаға шығатын уақытымыз болды. Қайда әлгі бала? Жоқ. Жоқ. Бәлкім Хакандар тапқан шығар? Қарамаған жеріміз жоқ. Әл келмеді ме? Ас үйге дейін түстім. Жоқ, ешкім көрмеген. Автотұрақтан Бодрумға дейін барып келдім, төрем. Толға осында ғой. Толға осында. Мені сонша сүйіп тұрып қайда кетеді? Күйеу қайда? Күйеу жоқ қой. Күйеу жоқ. Иә, Күйеу қашып кетіпті. сұмдық. Ұятта. Мүмкін емес. Қызға обал болды. Әке шешесін айтсаңшы. Сұмдық. Сұмдық. Мүмкін емес. Елге қарап еді. Жаным, қайдасың? Көрінші көзіме. Толға. Ойбай, күйеу қайда? Иә. Күйеу жоқ қасында. Күйеу жоқ. Сұмдық. Күйеу
қашып кеткен ғой. күйеуі қашып Ой, кетті. сұмдық. Иә. Сұмдық. Иә, Елге қарап болды. Иә, болды. Шешесін айтсыншы. Иә. Ой, сұмдық. Обалы. Құдай басқа бермесін, Құдай сақтасын. Айтпа, айтпа. Иә. Кешір мені, Пелинім. Қолымнан келмеді. Долға. Pelin talып қалды. Жедел жәрдем. Жаным, Пелинім, бірдеңе деші алтыным. Пелин, психолог шақырсақ бекен. Жайнай сенікі, жынды емес қой ол. Сен де қасарысып қалдың ау. Хакан, сендер отбасылық өмір жайлы неше түрлі айтып шошытып қоймадыңдар ма? Өзі бақытты отбасы құрып отырған адам не деп шошиды, жаным? Енді не болды оған? Мен қайдан білейін? Кейін саған хабарласқан жоқ өзі? Хабарласқан жоқ, жаным, хабарласқан жоқ. Хакан, егер осы іске қатысың болып, екі оттың арасында қалатын болсақ, Ырза Зүбәйір көкелерді білесің ғой. Екі оттың арасында қалатындай түк те жоқ. Мен бұл істе жоқпын. Әрі біздің орнымызда белгілі. Осы жер. Әділдік жағындамыз. Дәл той күні қалыңдықты тастап қашқан не сұмдық, масқара емес пе? Жарайсың. Мен Пелинді көріп келейін. Әй, толға. Әй, шетке кірай. Жаным, қалай болдың? Ештеңе айтпады ма? Жоқ. Хакан, аш есікті, Зүбәйір келді. Мен басында айтқам. Модель күйеу боп жарытпайды деп. Ойбай бойшаң екен, ойбай сұлу екен, көзі шыныдай екен. Модель деген мамандық па, Тайыр? Немене бет аузын жыбырлатып отырсың? Көрмеймісің, қызың есінен танып отыр. Есінен тана берсін. Менің айтқандарымнан өті жарылып кетпес. Әлгі су жұқпастан хабар бар ма? Бармаған жерім қалмады түрі. Жоқ. Шешесінің үйі, әкесінің үйі, үнемі баратын жерлеріне ше. Ой, әкесі де, шешесі де әлі естімеген екен. Білмеймін, өздері де естерінен танып отыр. Пелин, қайда барасың? Бәрі кетсін, жалғыз қалғым келеді. Қызым ау, жалғыз қалған не? Кетіңдер дейін. Пелин. Жер астына түсіп кетсе де табасың оны. Үйіне, жұмыс орнына кісі жібер. Көп болады төрем. Орындаймыз. Менің қызымды той үстінде тастап қаштың, ә? Саған не істейтінді өзім білем. Жаным, Пелинім. Қызым, аш есікті жаным. Аба, Құдай үшін жайыма қалдырыңдаршы. Сені уайымдаймыз ғой, алтыным ау. Пелин, аш есікті шекерім. Пелин, аша қойғаны жалындырма бізді. Не істейміз? Білмейміз, Хүйла тәте.
Кешір, жаным, байқамай қалдым. Қатты асығыс едім. Кешір. Жаным деді. Күнде бітірдің де? Ұйықтаған жоқпын. Меніңше жақсы шыққан сияқты. Супер. Қыздар, жүріңдер, онда тапсырайық. Рахмет. Не істеп жатсың, досым? Кеше менюіміз жоқ деп едің ғой. Міне саған меню. Сен сонда шаршап шалдығып келіп, осының бәрін істедің бе? Не дейін, досым? Ғажапсың. Айтпақшы, алғашқы ас мәзірімізге ат қойдың ба, досым? Иә. Алғашқы махаббат. Яғни, алғашқы ресторан, алғашқы меню, сондықтан алғашқы махаббат, солай ма? Басқа не болушы еді, Бülent? Өзім сүйетін, тек айта алмайтын әндер бар. Бірде-бір шумағы ойымда қалмаған өлеңдер бар. Әттең, сол әйел мен болсам ғой дегізген хикая кейіпкерлер бар. Армандарым бар. Ешқашан соңына дейін көре алмаған, тек жадымда жатталған түстерім бар. Ол түсімде бір адам бар. Қолым енді жетті-ау дегенде оянып кете берем. Ол адам хикаямыз немен бітерін мүлдем білмейді. Түсімде бір адам бар. Менікі ме білмей. Бір адам бар. Ойымда болғанымен арманымнан тыс қалған. Күйеу қашты, қалыңдық қылады. Ең аты шулы той. Бүкіл газеттер бізді жазыпты. Күйеу баламыз атақты, газеттерге шығатын болдық деп қуанып ең. Мінекей, шықтың газетке, қуана бер. Бұған да мен кінәлімін берді. Сен кінәлісің. Сүйегі асыл текті адамдар деп жабыстың. Мен қарсы болғам, о бастан. Жаным ау, қызыңның таңдауы ғой, біз жақтағаннан қарсы болғаннан не Ай, пайда? бос сөз. Босқа ұрыспайықшы. Ендеше жанымды келтірме. Құртана газеттерді. Қайырлы таң, жандарым. Жаным, қайырлы таң, қайырлы. Балам, қалайсың? Жақсымын, әкешім, жақсымын. Қалайсың? Қызым, біз ренжімесін деп алдар қатып тұрған жоқсың ба? Жоқ, апа. Жақсы болғанда да жаңадан туғандай боп тұрмын. Өзіме не дегенімді білесіңдер ме? Толғаның тастап кеткені жақсы болды. Осы тойдың жыры ұзаққа созылып, жалығып кетіп еді. Жарайсың, алтыным. Мықты екеніңді білушем, бірақ дәл мұндай деп ойламаппын. Кімге тартқан дейсің? Пелинжан, білген адамға бұл да оңай емес. Бір жаққа қыдырып келсеңші. Нью-Йоркке барып келсеңші, жақсы көрушем ғой. Иә, пәтер жалдап берейік. Бірнеше айға барып дем алып қайт. Тіпті сұран алса, құрбыларың да барсын. Оларды алып Мен кет. де барып қосылармын. Ештеңенің керегі жоқ.
түк болмағандай өмірімді жалғастыра берем. Тіпті бүгін жұмысқа шығам. Әй, бүгінше қоя тұршы енді. Жоқ, бетіңе сейін апа. Жаным менің жаным. Апа, мынаны кім тығып қойған? Қызым шашылып жатпасын деп. Әкеші көрейін. Жарнама газеті ғой, Жаңа не бар диван дейсің? аламыз деп едік қой. Күйеу қашты, қалыңды құлады. Тапқан екенсің құлағанды. Менде бәрі жақсы білдіңдер ме? Жақсымын Мән мен беріп тіпті не боласың. қыласың жаным, ойына келгенін жаза береді бұлар. Соны айтам-ау, көрмей, білмей оттай береді. Құлаған жоқпын мен, оқтыңдар ма? Құлаған жоқпын. Жағдайым жақсы, бәрі керемет. Әрине жаным, мән берме бұларға. Бәрі жақсы менде. Әлгі толға деген жетпегірді тауып алсам бар ғой, бір жерге қамақ қойып. 3 күн, 3 түн еш жиғызбай сабармын ау. Көресің осын істейм. Қойшы қайтесің. Қоймайым, өмірлік сабақ болсын. Телефоның жаныңда тұр ғой, сен хабарласшы. Алло, Алло, жаным, қалайсың? Жақсымысың? жақсы, бәрі жақсы. Дұрыс болған екен, кездесеміз бе? Жақсы идея. Жарайды, көріскенше. Көріскенше. Бұл жолы жұмыс көп болғалы тұр. Біліп едім, балшықтан қуыршақ жасау керек болды. Тұр кеттік. Ең әуелі шаштаразға апарайық. Кемал тастап кеткен кезде сол жақсы әсер Я етті. сосын киноға барамыз. Сандырақтама. Фраттан кеткенде киноға апарып ақыры не болғанын білмеуші ме? Я Джей Елмаздың фильміне ағыл-тегіл жылап есімізден тандырған еді ғой. Киноға бармаймыз. Бүгінгі Қайтып жайт пен бұрынғы жағдайдың арасы біле білсең жермен көптей. Ой, Оңай емес. бишара Пелинай. Ой, менің алтын балам. Әйтеуір құрғол келмейді өзі. О не дегенің, апа? Ас болсын, жаным, ас болсын. Қане, тәрелкеңді бере ғой. Апау, сен анға ет салып, маған жуасымен салдыңыз ба? Енді сенде құрғол келмей, бірдеңе ала кел, сонда сағанда етімен салам. Апа қойсаңшы. Рас қой енді. Мен тойып қалдым, Жезе, сен жей ғой. Ал енді осыларың дұрыс па? Баланың өңешінен өтпей қалды ғой. Балам, сен жұмыстағы адамсың, өзіңді күтуің керек. Бізге қарамай асап-асап жеп ал, қане, же. Жұмыстағы адам деп бізге тегізіп отырғаннан соңмысыз, апа? О не дегенің, балам? Мен саған сөз айтуды қойғалы қай заман. Маңдайдан соққандай ғып дүңк еткізсем де еш пайдасы болмады ғой, балам. Бір керемет табыс көзін таптым. Алла қаласа, жақында біз де қатарға қосыламыз. Аллаға мыңға да шүкір, жақсы болды ғой. Құтты болсын, Жезе. Міне көрдің бе? Бірі саңырау сатушы, бірі соқыр алушы. Осылай. Қандай кәсіп екен сағанда айтайын. Тыңдап отырмын, Жезе. Я, балам. Неше жылдан бері сені тыңдап келеміз ғой. Қызымызды алғалы бері талай сөз айтылды. Қытайлармен жұмыс істемекпін. Кешіріңдер, балалар. Күлмейін десем де болмайды. Құдды бір үлкен іс тындырып жүрген адам құсап, маңғазданып сөйлейді ғой. Апа, адамға бір мүмкіндік беру деген жоқ па сенде? О не дегенің, жаным, мен оған талай мүмкіндік берген. Мысалы, сені бердім ғой, қызым. Содан бері не сөзінен, не ісінен пайда көрген емеспін. Сонымен не айтып отыр едім? Қытайлармен жұмыс істейтінді айттың. Ой, көп жаса. Қытайлармен жұмыс істемекпін. Істеп жатырмын деуге де болады. Біраз ақша тапшылығы болып тұр. Соны шешкен соң... Жоқ, айналайын, бізден бір тиын да шықпайды. Бәлкім сен аңға да қызық шығар. Балам, бізден дедім ғой. Отыра бер, өзім ашам. Сен шайыңды жаңалап қой. Ана жақтан нан турап әкел. Джейда келем деген. Келсін, жүздесіп қалайық. Ой, жаным. Шын аяғыңды алайын.
Рахмет, әпке. Апам жейданы саған қоса алмай әлек. Тыныш отыршы жезде. Мұндай әңгімені ұнатпайтынды білесің ғой. Жарайды, қалжың болсын деп айтып отырмын ғой. Ой, алтыным, менің аман сау келіп қалдың ба жаным, қош келдің қызым. Қош көрдік. Махалаға келген пәтер ақы жинап әкетейін деп, келгесін сізге соға кетейін дедім. Өте дұрыс дегенсің. Тыңдап отырмын. Ерте келген бе? Жоқ. Жақсы. Мақұл, қазір барам. Көріскенше. Жақсы, мен кеттім жезе. Асың сіңімді болсын. Келесі жыл ет қосылғанын ғана келем. Жүре ғой, сенен келген үйге кір. Жоқ, бөгет жасамай-ақ қояйын. О, не дегенің қызым? Жайда, қалайсың? Жақсы, өзің. Мен де жақсымын, рахмет. Сыртқа шығып барасың ба? Балам, қайда барасың, отырсаңшы. Отала келгенде не Жаңа бұл? ғана телефон соқтап. Бір ыдыстарға тапсырыс бергем. Солар келіп тұр екен, қабылдап алуым керек. Қаласаң сені жеткізіп салайын. Әуре болма, өзім де көлікпен жүрмін. Үйге кір, маған бола босағадан қайтпа. Дәмді бөрек әкелгем, ауыз тимей кетпе. Жоқ, мен тойып тұрмын, рахмет. Өзім асығыс едім, өтіп бара жатып Мелихат әтемен амандасайын дедім. Жарайды. Жақсы онда, мен кеттім апа. Көріскенше. Ой, Алла, келгеннен кеткенін тез осы баланың. Жұрттың бәрі қайда? Сенен кетіп қалды, мен де шығуым керек. Бір 50 лира бере салсаң. Кеше ғана бердім ғой жаным. Енді қаншама адаммен кездестім, шайы бар, суы бар, сонымен жұмсалып кетті ғой. Айдың соңына жеткізсек, ар жағын көре жатармыз. Айдың соңына дейін байып кетуіміз де мүмкін. Әумин. Кеттім. Сау бол. Әумин. Келесі жол болсын. Жаным, ау сол. Жайда қызым, ашылу салтанатына келесің ғой, я? Мен күтем сені. Келуге тырсам. Жарайды. Жайда, мен дала кетші, бір кездесулерім бар еді. Ай, қайда мініп барасың? Ештеңе етпейді, Мелихат әте. Ой, Алла, тағы не білдіргелі жүр мына бала? Үйге кірмейтініңді ести сала дереу атып шықтым. Сенімен ақылдасатын шаруа бар. Көп басқа тұратында нәрсе емес. Қытайлармен серіктес болмақ ғана мәселе қаражат тапшы. Не болды? Түс көліктен. Жоқ, мен әлі жеткен жоқпын. Көліктен түстедің ғой, ұқпайсың ба? Ендеше хабарласармыз. Нөмірім бар ғой. Не қылса сөйлесерміз. Бейшараларды қашанға дейін қарызға батырып жүре бермекші бұл.
тамақ пакеттерім ауыр болып кетті ғой. Жоға жаным, қазір маусым ортасы нағыз киім кешек алатын кез емес пе? Балақай, жақсымысың? Ой, бетіңе не болған? Апаң осы маңдай ма еді? Не? Жүр апаңа барайық. Башақ, мына өздігінен кететін нәрсе ме өзі? Өздігінен кететінге ұқсамайды ғой, қайдам. Сөмкемді қарайын, жағатын бірдеңе бар шығар. Саламатсыз ба? Сәлематсыз ба? Мына кремді ұлыңызға беріп тұрмын. Түнде жатарда жарасына жағы бұқаласаңыз көмектесуі тиіс. Тәңір жарылқасын, рахмет. Ал мынау визит картам. Мекен жайым жазылған. Егер жазылмаса хабарласыңыздар, мен көмектесем. Рахмет, рахмет. Кеттік, қыздар. Қызым, сен азап шегіп жүрсің ғой. Қатты қиналып жүр екенсің, жаның құлазып жүр білем. Жоға, оны қайдан шығардыңыз? Жақсымын мен, бәрі жақсы. Түгімде жоқ. Мен адамның сөзіне қарамайым, көзіне қарайым. Жарайды, көп қамыға бермей кете берсін. Кім? Сені тастап кеткен, сөз беріп жарты жолда қалдырған жігіт. Бар емес пе сондай біреу? Белейін, қыздар, мен қорқайын дедім. Жүрегіне қанжар сығып алғандай жаралаған екен. Басқа не көріп тұрсыз? Мұның бәрі себепсіз емес. Сен де бір кездері біреудің жүрегін қатты жаралаған екенсің. Сүйдіріпсің де күйдіріпсің. Сүйсең сүйікті боларсың, күйдірсең күйікті боларсың. Сол жаны жаралы жігітті іздеп тап. Жүрегіндегі тікенді суырып ал, жарасын емде. Кешірім сұра. Өзі кешірдім деменше соңынан қалма. Әйтпесе өмір бақи жалғыз қаласың. Бірінші бөлімнің соңы. Фильмді қазақ тіліне аударған 7-ші арна, 2024 жыл.